Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен сіздерге бүгін тауық етін духовкада қалай бұқтыру керектігін көрсетемін. Бұған қажет заттар: міне мен 2 тауық етін алдым. Тауық етіне 2 бас тілше сарымсақ және 1 келідей картоп, 1 штук сәбіз, 1 штук жуа қажет, тұз, бұрыш, куркума, кетчуп, майонез және тауықтың приправасы қажет. Алдын ала жуып дайындалған картоптарымызды осылай шағын болса 2 бөлікке, егер үлкендеу болса 4 бөлікке бөліп осылай тураймыз. Кейбір үлкен картоптарды 6 бөлікке шейін бөлдім мысалға. Барлығын бір жерге кетіп турап аламыз картоптарымызды. Міне. Жуамызды осылай ірі етіп турап алдым. Менің ірі турау себебім балаларым тамақта жуа жемейді. Сосын ішінен оңай теріп алып тастасын деп осылай ірі етіп турадым. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бұны өздеріңіз ұсақтап тураларыңызға да болады. Және морковтарды осылай тураймыз. Қазір енді осы дөңгелектеп турап алған морковтарымызды ортасынан бөлетін боламыз. Морковтарымды міне ортасынан бөліп жатырмын. Морковтарымды турап болдым. Енді сарымсағымды осы туралған картоп, сәбіз, жуаның үстінен сарымсағымды өткіземін. 1 сарымсақ. Мінекей. Сарымсақты өткізіп болған соң татымына қарай тұз мөлшермен саласыздар. Өздеріңіз қанша қажет мөлшермен саласыздар. Одан кейін қара бұрыш. Және осылай 4 ас қасық сұйық май құясыз. Барлығын дұрыстап тұрып асықпай араластырып аламыз. Жуалардың араларын ашып, барлығын бір кетіп, жаңағы тұзымыз, бұрышымыз бәрі картопқа сіңіп тұру керек. Енді міне жаңағы духовкамыздың тапасын алып, духовканың тапасын мен сары маймен майладым. Жаңағы пісірген тамағымызға ерекше дәм беру үшін кішкене молырақ қылып алыңыздар. 2 үлкен ас қасық көлемінде. Оны осылай тапаға жағасыздар. Тапаны әбден майлап алыңыздар.
Қалған артық майды осылай, егер майларыңыз артылып қалатын болса, осылай тастаңыздар астына. Енді жаңағы тұздап бұрыштап қойған картопымызды осы тапамызға салып қоямыз. Картопымыз дайын. Картоп осылай дүссің өз тапада тұра береді. Енді біз турап қойған тауық еттерін маринаттаймыз. Ол үшін чеснокты үккіштен өткіземіз. 2 бас чесногымыз бар, манағы аршып дайындап болған. Соны үккіштен өткізіп аламыз осылай. Тұздаймыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, жаңағы окорочканы приправасы және кішкене осы жерде куркума қосып жүреміз. Куркума әдемі түс беру үшін. Және 2-3 қасық көлемінде болады майонез қосамыз. 3 қасықтың көлемінде болады майонез. Және сондай көлемде кетчупымызды қосамыз. Барлығын жақсылап бүкіл жерлеріне, жаңағы тауық етінің барлық жеріне тегізе отырып, жаңағы дәмдеуіштерді және қосылған осы қоспалардың барлығын жағып шығамыз. Қоспамыз дайын. Енді оны жаңағы тапамызға орналастырамыз. Неғұрлым терісін бетіне қаратып салыңыздар. Өйткені піскен кезде қызарып пісу үшін де жаңағы терісінің бетке жоғарыға қарап тұрған дұрыс. Сол кезде түсі де жақсы болып шығады. Мінекей. Тауық еттерін салдық. Енді қалған шыршамызда қалған жаңағы майонезді осылай тауық еттерінің үстіне жағып шығамыз. Мінекей, енді осы духовкаға саламыз. Духовкаға салып 220 градусқа 1 сағатқа осылай пісіріп аламыз. Мінекей, 1 сағаттан кейінгі тауықтарымыздың түсі осындай керемет болып шығады. Мен сіздерге осыны жасауға кеңес берем. Оңай әрі тез салып қоясыздар, басқа жұмыстарыңызды жасап жүре бересіз 1 сағат ішінде. Мінекей. Өте әдемі, тәбетіңді ашатын тартымды тағам пайда болды. Ас болсын.